Достар, тағы бір қызық геймек көрсетіп кетейін. Мысалы, бізде менің өзімнің видеом болған. Көрмегендеріңіз болса, менің YouTube каналымнан көрсеңіздер болады. Менің студиям қалай жасалған жайлы. Сәлем достар, менің есімім Айсма. Бүгін сіздер менің студиямда қонақтасыздар. Бұл Balcony Records деп аталады. Осы жылы Алматыда карантин. Бұл жерден сіздерге не көрсеткім келіп тұр? Ең бірінші ол осындай дауыстың артына фон қою, және фон қойған кезде сол фон дауысқа кедергі жасамау үшін не істеуге болады. Ең бірінші жасайтынымыз ол фонның дауысын азайту. Мысалға мен интродағы фонның дауысын азайтқан жоқпын. Керісінше менің дауысым қай жерден басталады, сол жердің айтымын қиып алып, -10 децибелға түсірген болатынмын. Одан кейін жасайтын затымыз қосымша фейдерден бастым, -13 децибел или 12, дұрыс көрінбей тұр. Келесі фонға эквализация жасадым, яғни шамамен 3500 герцті қиған болатынмын. Менің дауысымның осы частотасына кедергі жасамау үшін. Келесі сайдчейн жасадым, яғни реакомп. Бұл жерде пресет Айсма сайдчейн және посыл возврат арқылы осы минусқа сайдчейн жасаған болатынмын. Аудио 1:2, 3:4-ке шығады. Яғни оны қалай жасаймыз? Роутингті аламыз, плагиннің үстіне тастай саламыз. Және бізде сайдчейн шықты. Бұл маған керек емес, менде дайын тұр. Екіншісі жасайтынымыз, яғни компрессордың настройкасымен жұмыс істеу. Бұл жерде менде ratio 7:14 тұр. Атака 3 миллисекунд, релиз 100 миллисекунд. Осы менің дауысыма жетеді. Және threshold -30 децибелда тұр. Қазір тыңдап көріңіздер, мына жерден индикатордан қарайтын болсаңыздар, менің дауысым сөйлеген кезде, мен сөйлеген кезде фонның дауысы автоматикалық түрде басылады. Ал мен сөйлемеген кезде, мысалы осы жерде ашылады. Тыңдап көрсетейін. Сәлем достар, менің есімім Айсма. Бүгін сіздер менің студиямда қонақтасыздар. Бұл Balcony Records деп аталады. Осы жылы Алматыда карантин қонақтасыздар. Бұл тыңдап отырғандарыңыздай, міне осы жерде минустың дауысы автоматикалық түрде шығады. Ал енді компрессорды байпас басып тыңдап көрейік. Бүгін сіздер менің студиямда қонақтасыздар. Бұл Balcony Records деп аталады. Осы жылы Алматыда көріп отырғандарыңыздай, минустың дауысын 23 децибелға басқаннан кейін де ақ минус дауысқа кедергі жасап тұр. Ал енді сайдчейн компрессормен бірге тыңдап көрейік. Бүгін сіздер менің студиямда қонақтасыздар. Бұл Balcony Records деп аталады. Осы жылы Алматыда байпас. Бүгін сіздер менің студиямда қонақтасыздар. Бұл Balcony Records деп аталады. Енді тағы да компрессормен бірге. Бүгін сіздер менің студиямда қонақтасыздар. Бұл Balcony Records деп аталады. Осы жылы ешқандай да кедергі жасап тұрған жоқ. Дәл сол сияқты менің дауысым және фон. Бірінші 3-ті программа арқылы студияның макетін көтерген болатынмын. Екінші құрылыс материалды. Бұл жерде де компрессор тұр және сайдчейн жасалған. Екінші құрылыс материалдары гипсокардон, минвата, фольга, пеноплекс, ДСП, тағы да сол сияқты. Ал енді байпас арқылы тыңдап көрейік. Екінші құрылыс материалдары гипсокардон, минвата, фольга, пеноплекс және компрессормен бірге. Екінші құрылыс материалдары гипсокардон, минвата, фольга, пеноплекс, ДСП. Бұл әдемі геймек болатын. Тағы да бір жасап көре салайын. Яғни компрессорды ашамыз, фонның дорожкасіне, және содан кейін дауыстың роутингін компрессорға апарамыз, және Айсма сайдчейн таңдаймыз, және thresholdты өзіңізше қалағанша түсірсеңіз болады.